Көктемнің шуақты күнінде Финбридж халықаралық мектебінде Наурыз мейрамына арналған «Қош келдің, әз Наурыз» атты кең ауқымды мерекелік іс-шара жоғарғы деңгейде ұйымдастырылып, ұлттық болмысымыздың жарқын көрінісіне айналды. Мектеп ауласы нағыз қазақы ауылға айналып, бастауыш сыныптан бастап бітіруші сыныптарға дейін оқушылар 10 ауылға бөлініп, киіз үйлер тігіліп, қазақтың ежелгі дәстүрін жаңғыртты. Әрі ауыл өздерінің өнерлерін ортаға салып, салт дәстүр, ұлттық тағамдар мен қолөнер бұйымдарын ұсыну арқылы сайысқа түсті. Сайыстың әділ өтуі үшін арнайы комиссия құрылып, әр ауылдың дайындығы барлық критерийлер бойынша бағаланды. Ауылдар ұлттық тағамдар, қолөнер туындылары мен сахналық қойылымдар арқылы өз ерекшеліктерін таныта білді. Қазылар алқасы мен келген қонақтар әр ауылды аралап, дәм татып, жасаған дүниелерін тамашалап жоғарғы бағаларын беріп отырды. Мерекелік күннің айрықша сәті көрші Әл-Фараби білім мектебінен арнайы атарылдып келген ұстаздар көшінің келуі болды. Қазақы нақышпен безендірілген көшті мектеп ұжымы салтанатты түрде қарсы алды. Көш керуен келген сәтте ақсақал бата беріп, Наурыз думанның шымылдығы ашылды. Ұлыс оң болсын, ақ мол болсын, қайда барсаң да жол болсын, төрт түлік ақтылы болсын, бәле жала жерге енсін. Байтақ еліміздің, қасиетті жеріміздің тұтастығын, бірлігін, ынтымағын міне біздерге, келер ұрпағымызға аманат қылғай. Қазақ еліміздің шамшырағы жана берсін, жұлдыздары сөнбесін. Қой үстінде боз торғай жұмыртқалаған заманда, сән салтанатта еліміз дамып, өркендеп, әлемдегі ең озық ел болсын деп тілеймін. Тілеген ниет қабыл болсын. Алыстан атарылтып арнайы келген қонақтарда Финбридж халықаралық мектебінің директоры Азамат Есполұлы құшақ жая қарсы алып, ағайын арасындағы рухани байланысты нығайтудың мән маңызына тоқталды. Салтанатты іс-шараның ресми бөлігінде келген мәртебелі қонақтар мен мектеп басшылығы құттықтау сөз сөйлеп, елдің бірлігі мен берекесін арттыратын Наурыз секілді ұлттық мейрамдардың тәрбиелік маңызын атап өтті. Финбридж және Әл-Фараби білім мектептерінің бас құрылтайшысы Есбол Әуесбекұлы да құттықтау сөз сөйлеп, түркі дүниесі үшін ортақ мерекенің маңыздылығына ерекше тоқталып, барша жұртты ұлыстың ұлы күнімен құттықтады. Бүгінгі мынау келіп жеткен үлкен қазақтың ұлыстың ұлы күні дейді. Біздің үлкен Наурыз мерекеміз бүгінгі құтты болсын. Ұлыс оң болсын, ақ мол болсын, бейбітшілік заман болсын, еліміз тыныш, халқымыз, жұртымыз аман болсын. Бүгінгі айтылған әрбір бата, әрбір тілек Алланың құлағына шалынып, біздің өсіріп отқан ұрпақтарымыз, ұлдарымыз, қыздарымыз, біздің ертеңгі еліміздің тұтқасын ұстайтын үлкен азаматтар болсын. Сіздердің отбасыларыңызда аманшылық болсын. Келесі Наурызға төрт көзіміз түгел аман есен жете берейік. Бүгінгі еңбектеріңізге, бүгінгі мына Наурызды жасаған біздің ата-аналарымызға, бүгін ауылдың бәрін аралап көріп шықтық. Еңбектеріңіз жана берсін, ауызбіршіліктеріңіз, ынтымақтарыңыз жоғалмасын. Сонымен қатар бүгінгі шараның әділ төрелігін беретін Қазылар алқасының төрағасы Ескермес Қамбаров та бүгінгі өтіп жатқан шараға таңданысын жасырмады. Айтуынша халық арасында ұмыт болып бара жатқан салт дәстүрлерімізді, әдет-ғұрыптарымызды қайта жаңғырту өте жақсы бастама дейді. Мына бүгін осы ғимараттың ішінде мына ұлы Наурыздың көрермені болып келіп, мына ата-аналардың, мына ұстаздардың, кішкентай балапандардың жасаған еңбектерін, ұмытылып баратқан салт дәстүрлерін көріп, мен ерен бір қатты құбылыс куәсі болдым. Әрбір еңбек маңдай термен келеді. Әрбір тірлік ізденіспен келеді. Әрбір еңбек ұйқысыз уақыттармен келеді. Мына жердегі жатқан, істелінген әрбір жұмысты көріп, сондай риза болдым. Жаңағына ауылдарды араладық, жасалған тамақ, киім, салт дәстүр, жасалынып жатқан әрбір іске мән беріп қарадым.
сондай бір таңырқап қарадым, сүйсіндім. Барлықтарыңызға рахмет айтқым келеді. Мерекелік шараның басты бөлігі алаңда жалғасын тауып, әр ауыл өз өнерлерін ортаға салды. Көрісу амалы, ұйқы ашар, селт еткізер, құда түсу, сырға салу, қыз ұзату, келін түсіру, беташар сынды көріністер шынайы сахналанып, ұлттық болмысымыз айқын көрініс тапты. Осы тұста ұлттық музыкамен әрленген беташар көрінісі көрермендердің көңілін толқытпай қоймады. Рәзиядай афаңа Беукелін жан бір сәлем, одан кейін Аршагүл афаңызға бір сәлем, Майра апам қайда екен, ол кісіге де бір сәлем. Сонымен қатар келін шай, отау көтеру, енші беру, құрсақ шашу, бесікке салу, тұсау кесер, сүндет той сияқты қазақтың төл салт дәстүрлері нақышынан келтіріліп сахналанды. Мұндай тәрбиелік мәні зор көріністер арқылы өскелең ұрпақтың бойына ұлттық құндылықтарды сіңіру Финбридж мектебінің басты мақсаттарының бірі екені айқын көрінді. Шараға арнайы шақырылған өнерпаздар әуелете ән шырқап, мектеп оқушыларының мың бұралған ұлттық биі де көрермендерді тәнті етті. Ұлттық мереке тек рухани емес, спорттық жағынан да мол әсер сыйлады. Аула төрінде ұйымдастырылған спорттық сайыстар, қол күрес, арқан тарту, кір тасын көтеру, қазақ күресі сияқты байырғы спорт түрлері бойынша оқушылар өз күш жігерін сынады. Ал дәстүрлі алтыбақан ойын-сауық алаңын айналып, балалардың да, үлкендердің де көңілін көтерді. Мереке соңында мектеп директоры Азамат Есполұлы сөз алып келген ата-аналарға, ұстаздар мен оқушыларға, қонақтарға ризашылығын білдірді. Ол Наурыздың тек қазақ халқының емес, бүкіл түркі жұртының ортақ мейрамы екенін атап өтті. Ата-аналардың арасында, оқушылардың арасында, мұғалімдердің арасында жарыс ұйымдастырған болатынбыз. Жарыс өз мәресіне де жетті. Ешқандай команда бір-бірінен артық кем болды деп санай алмаймыз. Себебі әр ауылда, әр командада, әр сыныпта өзіміздің ата-аналарымыз, сол ата-аналарымыздың өзі мың жарым ата-ананың ішінен суырылып шығып, осы жерге өздерінің балалар үшін, мына өзіміздің шәкірттеріміз үшін барын салып, үлгі болайық, сыныппен бірігіп жұмылған жұдырықтай атсалысайық деп жатқан ата-аналарымызға үлкен алғыс айтқым келеді. Бас иіп. Наурыз мерекесі әр шаңыраққа құт берекесімен келсін. Той болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Баршаңызға рахмет. Мерекенің қорытындысы ретінде әр ауылдың ерекшелігі ескеріліп, түрлі номинациялар бойынша марапаттар табысталды. Ал бас жүлде ұлттық нақыштағы көрінісімен, тағамдарымен шеберлігі арқылы өзгелерден оқ бойы озық шыққан Абай ауылына бұйырды. Осылайша Финбридж халықаралық мектебінде өткен қош келдің әз Наурыз мерекесі ұлттық құндылықтарды ұлықтаумен қатар ұрпақ тәрбиесіне сүбелі үлес қосқан тағылымды шараға айналды. Ақсақалдар ақ батасын беріп, ақ дастархан жайылып, ел жұрт шаттық көңілмен тарқасты. Бұл күн тек бір күндік мереке ғана емес, ұлттық рухты оятқан татулық пен ынтымақты бекемдеген ұлы мейрамның жарқын көрінісі болды.